Қазақстанның билігі коронавирус инфекциясының жайылу қарқынын бәсеңдету үшін барлық қолдан келетін шараларды қабылдауда. Өйткені ауыр науқастардың саны артқан сайын денсаулық сақтауға ауыртпалық түсуде. Дәрігерлер қызу жұмыс істеуде. Олардың қолдарында мыңдаған адамның өмірлері. Риддерлік коронавирус инфекциясы госпиталінің қызыл аймағында қалалық аурухананың дәрігерлері, медбикелері және санитарлары күнделікті көзге көрінбейтін жаумен күресуде. COVID-19 бен 15 науқастан бір ауыр науқас қазіргі таңда жан сақтау бөлімінде жатыр. На сегодняшний день в ковидном госпитале находится 15. Қазіргі кезде ковид госпиталінде 15 науқас жатыр. Бір науқас жан сақтау бөлімінде өте ауыр халде жатыр. Науқастардың жастары 60 және одан жоғары. Негізінде созылмалы аурулары барлар. Әдетте стационарға ауыр халде түседі. Осы уақытта 60 және одан үлкен жастағы науқастар көбірек. Тәуекел аумағында жасы үлкендер және оларға жастар да қосылды. Вирус өте жұқпалы, балаларға да тез жұғады. Инкубациялық кезең азаюда. Жұқтыру кезінен 1-14 күнге дейін. Симптомдары өте тез дамиды. Бұрын бір науқас 1-2-3 адамға ғана жұқтырса, қазір бір адам 8-ден көп адамға жұқтыруда. Вирустың таралуы өте жедел болып кетті. Өкпе тез жараланады, сол себепті ауыр науқастанады. Көбі екпе салдырмағандар, вакцина салғандар да бар. Вакцина індеттен толық сақтандырмайды. Тек індет жеңіл, орта және сирек кезде ауыр түрде өтеді. Екпе салғандардың ішінде Қазақстанда көз жұмғандар да бар. Вакцина салса да санитарлық талапты сақтау керек. Өйткені ол 100% денсаулықты қорғамайды.